Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын капкейк дайындаймыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға майымызды салып аламыз және қантымызды саламыз, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін 3 жұмыртқамызды саламыз және сүтімізді құямыз және де ұнымыздың ішінде разрыхитель араласқан ұнымызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Тестамыз дайын болды. Енді осындай капкейктердің ыдыстарын дайындап боламыз. Барлығы 17 штук капкейктер болады. Аккуратно осылай салып шығамыз. Жан-жағына жағылып кетпеуі қажет. Салып болғаннан кейін мен қасықпен осылай түзулеп шығамын. Сонда капкейктер бірдей әдемі болып піседі. Капкейктеріміз дайын. 170-180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Капкейктерін пісіп шықты. Шпажканың көмегімен тексеріп аласыздар. Енді креміне кірісеміз. Описанияға граммдарын жазып қоятын боламын. Алдымен творожный сырмен қантты миксерлеп аламыз. Сосын сливкімізді құйып, формасын ұстағанша миксерлейміз. Формасын ұстады. Енді ыдысымызға салып, насадкамызды кигізіп, кремімізді әртүрлі формада жасасаңыздар болады капкейктің бетіне. Мен осылай жасап шықтым. Барлығы 17 капкейк шықты. Ең дәмді болып шығатын, қонақтарға да ұнайтын, әрі дастарханыңыздың сәнін келтіретін капкейктеріміз дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Қымбат Жоламанова.